Тазару. Лақтырып жібергенде, ішінде қалған суы шашылып, салдырлап, тасқа соғылып, бет аузы жырылып, майысып, біраз жерге дейін домалап барып тоқтады. Жүрегі лүп-лүп соғады. Шыр көбелек айналып жөнелгенде, кеудеден ұшып шыққандай болған жүрек орнында екен. Жүрек тасылы басылып, ес жиған соң, өзінің енді ешкімге керек емесін түсінді. Айналасына қарады. Айнала толған майысқан шеге, қисайған қасық, жартылай жерге көміліп, бір көзі су қараңғы боп ағып түскен сөмке, құмға көміле-көміле тек төбесі ғана көрініп жатқан дәу машина. Сыңар етіктің аузы кебірсіп ісіп, тістері ақсиып кетіпті. Осының бәрін мен секілді керек емес деп лақтырды-ау деп ойлап, бетін басып, көзін тарс жұмып, өксіп жылады. Бұл жерде ол біраз уақыт жатты. Жел соқты, қар жауды, қар еріп, ішіне ерген қар суы толып, лөпілдеп тұрып қалды. Бір күні өтіп бара жатқан бір адам мұны көріп, "Мынау бүтін секілді ғой" деп ортан белден құмға көміліп қалған бұны сілкіп-сілкіп суырып алды. Борсуға айналған ішіндегі суды төгіп, айналдырып қарады. "Бүтін", деді адам тағы да. Сөйтті де, оны қолында көп затқа қосып, алып кетті. Адамның қолында тым-тырыс кетіп бара жатқан қол қатты қуанды. Адамға өзін қысып ұстап алған қолына мейіріммен қарап қояды. Бірақ үйіне келген соң адам оны есік аузына қоя салып, қалған заттарын алып, ішке кіріп кетті. Үйге кіріп шыққан кісі көп еді. Аяқ астында тұрғандықтан өткен-кеткен біреу теуіп тағы да алысқа дейін даңғырлатып, ұшырып сүреме деп жасқана қарады. Күнге қақталып бірнеше күн тұрды. Өзін әлгі адамның ұмытып кеткеніне налыды. Күннен күнге реніші ұлғайып, бет аузы быт-шыт болып тұрғанда, бір бала кеп, "О" деп өзіне бір қарады да ала жүгірді. Баланың қолында ауаны тіле құйындай ұшып келе жатып, тағы да қуанды. "Бұл бала менің ішіме су толтырып ішетін шығар" деп ойлады. Бірақ бала су толтырмады. Бір аулаға кеп жерге тастай салды да, ішіне құм толтыра бастады. Қап-қара құм саулап құйыла бастағанда, күннің көзі де көлегелене берді. Тағы да қап-қара әлемге тап болып, тағдырына мойынсудан басқа амалы қалмады. Бала құмның үстіне су құйды. Оны кіп-кішкентай қолмен иіліп, үстіне саз қосты. Сөйтті де дайындап алған қоспасынан түрлі-түрлі ойыншықтар жасады. Ойыншықтарды әдемі етіп, бірінен соң бірін тізді. Бір кезде шәйнек ішінде балшық таусылды. Ойыншықтарымен әуре болып, бірін аударып қойып, бірін жөндеп отырған балаға қарап, мұның қатты жылағысы келді. "Мені осы балшық күйімде қалдырып кете ме?" деп уайымдады. Ойыншықтарын біраз уақыт сылап сипаған бала шәйнекті ұмытпапты. Оны сумен жуа бастады. Құм, саз тиіп, ішінен шайдан қалған біраз қағы тазаланған шәйнек жылтырап қалған еді. Сыртының тағы бір жерінің кірі кетіп, бір жері кір болып, алабажақ болып тұрған. Кірін қолмен қырып көрген бала, оның кететінін байқады да, құммен ысқылап жуды. Іші сыртын мұқият тазартты. Шәйнек тап-таза болып, жалт-жолт етіп шыға келді. Жарқ ете алған шәйнек айнала дөңгейлеп, билеп ала жөнелгісі келді. Бала да оның ойын оқып қойғандай айналдырып қарай берді. Көп айналдырды. Баланың қолында шыр көбелек айналған шәйнек бақыттан бас айналған күйгенді. Айналып-айналып, баланың қолында бәсеңдеп барып тоқтағанда, қуаныштан көзінен бір тамшы жас ытқып кетті. Оны бала шәйнек ішінде қалып кеткен бір тамшы су деп ойласа керек, жұп-жұмсақ алақанымен сүртіп тастады. Бұл шәйнектің бір кемшілігі қақпағы жоқ еді. Оны даңғырлатып лақтырып жібергенде, қақпағы алысқа ұшып кетіп, сол жерде құмға көміліп қалған еді. Енді бала шәйнекті
үйіне қарай алып жүгірді. Анашым, қол жуатын шәйнек, деді шәйнекті басына асыра көтеріп. Айнадай қылып жуыпсың ғой, деп анасы да риза болып кетті. Бала оның ішіне тап-таза, сап-салқын бұлақ суын құйып есік алдына қойды. Бір жерден тауып алып, қақпақ жапты. Айнадай шәйнекті күн көзі де жақсы көріп, жұмсақ аялап, ішіндегі суды жылытты. Жып-жылы сумен беті қолдарын жуған адамдар да оны жақсы көріп кетті. Суы таусылған сайын сарылдап ағып жатқан бұлақ суымен толтырып отырды. Тап-таза тау суы шәйнекті одан әрі тазартып, жалтыратып жіберді. Үнемі шай қайнатып, қап-қара боп қақталған шәйнектің бұлақ суымен тазарып көз ашылды. Қақпағын ашып жіберіп ішіне қарасаң, суы мөлдіреп, ар жағынан өз бейнеңді көресің. Адина Әбдібайқызы.